Сәлем достар, менің есімім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгін біз сіздермен альдегид және кетондарды алуды қарастырамыз. Ең қарапайым реакциядан бастайық. Альдегид пен кетондарды біз спирттерді тотықтыру арқылы алуға болады екен. Спиртті алатын болсақ, бізде спирт біріншілік, екіншілік және үшіншілік болуы мүмкін. Біріншілік спирт бізде көміртек OH, яғни гидроксил тобы. Бұнда бізде бір ғана R группасы жалғанатын болса, бұл бізде біріншілік спирт болып табылады. Егер де көміртекке 2R жалғанатын болса, бұл екіншілік, көміртекке 3R жалғанатын болса, бұл үшіншілік спирт. Біріншілік спиртті тотықтырған кезде біз альдегид алады екенбіз. R, C, O және H. Бұнда бізде су бөлінеді. Тотықтырғыш ретінде бізде әртүрлі қосылыстар алуға болады. Бұл бізде калий дихроматы, калий перманганаты болады, сутек пероксиді болады, мыс оксидін қолдануға болады. Барлығы тотықтырғыш. Алғашқы екі жағдайда біз катализатор ретінде қышқыл қосамыз. H+ деп белгілейін. Бұл тотықтырудың кезінде біз оның әдісін ескеруіміз керек. Екі түрлі әдіспен тотықтыруға болады. Біріншісі дистиллдеу деп аталады. Дистиллдеудің кезінде бізде мында бізде реакция жүреді, оны қыздырамыз кішкене, астына жалын беріп. Бұнда біз спиртті және тотықтырғышпен қышқылды орналастырамыз. Қыздырған кезде ол бізде буланып жоғары қарай көтеріледі бу болып. Мұнда бізде тағы да бір түтікше бар. Осы түтікшеден бу мына бағытта қозғалып, мұнда бізде тоңазытқыш, яғни холодильник мұздай сумен жіберіледі. Нәтижесінде бізде ыстық бу холодильниктен өткен кезде сұйылады, салқындайды, және мұнда сұйық күйде бізде альдегид пайда болады. Мұнда бөлек ыдыс болады, бұл ыдыстың ішіне бізде альдегид жиналады. Бұл әдісті біз дистиллдеу деп атаймыз. Екінші әдіс бар, айдаудың, ол бізде кері айдау немесе рефлюкс деп аталады. Мұнда бізде бөліп алатын түтікше жоқ, барлығы бір жабық ыдыстың ішінде. Мұнда бізде спиртіміз болатын болса, жоғарыдан біз тотықтырғышпен қышқылды жібереміз. Мұнда түтікше болады, қышқыл және тотықтырғышты осыдан құйып отырамыз. Мұнда қыздырылады. Спиртпен мұнаны қосқан кезде бізде альдегид пайда болуы мүмкін. Альдегид жоғары қарай көтеріледі. Мұнда бізде тоңазытқыш орналастырылады. Тоңазытқышқа келген кезде ол қайтадан сұйылып төменге қарай түседі. Альдегид, тотыққан альдегид қайтадан түседі. Оған тағы да қышқыл мен оттекті қосқан кезде келесі кезеңде ол тотыққан альдегид карбон қышқылына айналады. Яғни осы әдіс арқылы, кері айдау арқылы біз спирттен, біріншілік спирттен бірден карбон қышқылын аламыз. Бұнда альдегид ала алмаймыз. Ал дистиллдеу әдісі арқылы біз альдегидті бөліп алуға болады. Бұнда қайтадан альдегид кері қарай түспейді жүйеге. Бұл бізде біріншілік спирттің тотығы. Енді екіншілік спирттің тотығын алатын болсақ, көміртек, сутек 2R жалғанған. Бұл спирт тотыққан кезде бізде кетон пайда болады. Су бөлінеді. Тотықтырғыш ретінде осы қосылыстарды қолдансақ болады. Кетонды біз кері айдау арқылы жасаған тиімдірек, себебі ол кетон ары қарай карбон қышқылына тотықпайды, яғни оның тотығы жүрмейді. Үшіншілік спирт алатын болса, ол бұл жағдаймен тотықпайды. Өте қатаң жағдайда, бірақ жалпы біз оны осы әдіспен үшіншілік спиртті ары қарай тотықтыра алмаймыз. Сондықтан тек қана біріншілік спирт тотыққан кезде альдегид алуымызға болады, мына әдіспен карбон қышқылын аламыз. Ал кетонды
біз кетоннан тек қана екіншілік спирттен тек қана кетон алынады. Осы жерде біз кері процесті ойластырсақ болады, яғни алынған альдегидті тотықсыздандыратын болсақ, кері қарай, онда біз біріншілік спирт алады екенбіз. Немесе кетонды тотықсыздандыратын болсақ, онда біз екіншілік спирт аламыз. Схемасын сызатын болсақ, мынау бізде кетон, тотықсыздандырғышты біз H деп көрсетсек болады, нәтижесінде бізде екіншілік спирт пайда болады. R1 деп қойсақ болады, R1 және сутек. Бұл бізде екіншілік спирт, ал альдегидті тотықсыздандыратын болсақ, сутек және R плюс H бізде біріншілік спирт пайда болады. OH, H2 және R. Тотықсыздандырғыш ретінде біз сутекті алуға болады, молекуласын никель катализатор қатысында, немесе натрий тетрагидрабаратын алсақ болады. Басқа қосылыс литий тетрагидроалюминатын қолдансақ болады. Бұлардың барлығы жақсы тотықсыздандырғыш болып табылады. Тағы да бір альдегидтерді алу әдісі бұл ацетиленді гидратациялау. Су қосамыз, нәтижесінде біз альдегид аламыз. Бұнда бізде катализатор сынап сульфаты болып табылады. Бұл әдіс Кучеров әдіс деп аталады. Ертеде осы әдіспен альдегид алынған, бірақ сынаптың иондары бізде өте улы болғандықтан 1960 жылдардан бастап бұл әдістің орнына Вакер процесін қолданады. Онда біз алкендерді тотықтырып, біз альдегид аламыз. Бұнда бізде катализатор ретінде палладий хлориді, мыс хлориді қатысады. Қазір кеңінен альдегидті алуды осы Вакер процесі арқылы жүзеге асырады. Сонымен бұл негізгі алу процестері альдегид пен кетонды ол тотықтыру, Кучеров реакциясы, гидратациялау ацетиленді және алкендерді тотықтыру болып табылады. Өндірістік процесс бізде Вакер процесі. Ал лабораторияда немесе күнделікті тұрмыста біз спирттерді тотықтырып альдегид және кетон алуға болады екен. Альдегид және кетондардың ерекшеліктері ол пайда болған кезде жағымды иіс шығады екен. Қазір біз бірнеше қосылысты қарап көрейік, солардың құрылысын жазып және атауын қарастырамыз. Қазір бір-екі мысал сызып көрейік кетондарға. Өткен тақырыпта біз ароматты көмірсутектер бензолды қарастырған болатынбыз. Бұл бізде функционалды группа фенил деп аталады. Мынау бізде кетон, себебі бұнда карбонилді группа бар, және сол карбонилді группаға екі радикал жалғанған. Мына группаны біз метил деп атаймыз. Енді жалпы атауы бізде метил фенил кетон. Барлығы қосылып жазылады. Фенил кетоны. Осыдан біз сутектің орнына хлор алмастыратын болсақ, онда бізде мынандай қосылыс пайда болады. Бір сутектің орнына хлор. Бұнда бізде екі хлор, бір фенил, этанол. Мына бірінші көміртек, мұнда екінші көміртек. Екі хлор, бір фенил, этанол. Бұны біздің қолданысы полицейскейлер, полиция қызметкерлері көзден жас тудыратын газ ретінде қолданады. Яғни орысша оны біз ослепушка дейміз.
аталуы бізде кетондікі қарапайым, екі радикалды бөлек атасақ болады. Бүгін біз кетондарды және альдегидтерді алуды қарастырдық. Ол күнделікті тұрмыста өте кең қолданылады. Одан әртүрлі парфюмдік заттарды жасалады. Метилфенилкетон бізде парфюмде қолданылады. Сонымен қатар басқа да одан синтезделетін органикалық қосылыстардың сандары көп. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.